Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Бүгін Алла тағаланың келесі 5 есімін жатайтын боламыз. Әл-Қаһар есімінен бастаймыз. Және де ескерте кетейін, егер осы есімдер туралы басқа да пайдалы ақпараттар білетін болсаңыздар, комментарийге жазып кетіңіздер. Баршамызға солай пайдалы болайық бір-бірімізге, жарай ма? Ал бисмилля, бастайық. Әл-Қаһар деген үстемдік етуші, жоюшы деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах тағалаға бүкіл жаратылыстары бағынады, қаласа да, қаламаса да. Сол мағынаны білдіреді. Және де келесі есімге келетін болсақ, Әл-Уаххаб есімі. Әл-Уаххаб деген сый беруші деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах тағала бүкіл жаратылыстарын ризықтандырады, сый береді, сансыз нығметтерді береді. Біз байқайтын да, байқамайтын да нығметтерді береді. Сол мағынаны білдіреді. Және сіздерге бір информацияны айтайын. Негізі марафондарда біреуден сыйлық алу үшін дейді, яғни өмірде сыйлық алғысы келетін адамдар осы Әл-Уаххаб есімін айту қажет дейді. Сізге құпия бойынша айтып жатырмын. Келесі Әр-Разақ есімі. Әр-Разақ деген ризықтандырушы деген мағынаны білдіреді. Ризық деген тамақ немесе ақша деген емес. Ризық деген басқа да материалдық емес заттар. Денсаулық ризық, білім ризық, идея, барлығы ризыққа жатады. Соны барлығын материалдық та материалдық емес те барлығын Аллах тағала береді. Әр-Разақ есімімен. Келесі Әл-Фаттах есімі. Ашушы деген мағынаны білдіреді. Яғни Аллах тағала құлдарының жүрегін ашады. Не үшін жүрек ашады? Адам Аллах тағаланы танып, біліп, жақсы көру үшін адамдардың жүрегін ашады. Сондықтан да жүрегіңіз ашылғанын қаласаңыз, Аллах тағаланы танығыңыз келсе, Әл-Фаттах есімін көп айтып жүріңіз, көп зікір етіңіз. Келесі Әл-Алим есімі. Бәрін білуші деген мағынаны білдіреді. Аллах тағала бұған дейін, яғни өткенді де, болашақты да, қазірде үтір нүктесіне дейін барлығын біліп отырады. Және де адамдар жақсы пайдалы ілім алу үшін Әл-Алим есімін көп айтып жүруі қажет. Яғни ғылым үйрену үшін айтуға болады, немесе басқа да сіз үшін құпия болған нәрсені Аллах тағаланың рұқсатымен ашу үшін Әл-Алим есімін айтып жүріңіздер. Осымен видео аяқталды. Баршаларыңызға ассалаумалейкум. Пайдалы болса лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.